Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздермен Frontshell Producer деген презентация болмаса видео жасау құрылғысымен программасымен таныстырамын. Біз көбінесе сабақтарымызда осы слайдтардан видео жасауымыз керек, сол бойынша жасалатұғын программа. Frontshell Producer деп аталады. Бұны Google Chrome'ға жазсаңыздар, менде скачать етілген, және белгісі міне лентаның, кинода көрсететін лентаның сияқты сондай белгі көрсетіліп тұрады, және соны жүктеп алсаңыздар болады. Оның көрінісі осындай белгіде тұрады. Енді бұны басу үшін біз создать дегенді басамыз. Создать деп басқан кезде осындай шығады, және создать етесіздер. Продолжить деп басасыздар. Сол кезде осындай бет ашылады. Осы жерден сіз қалаған өзіңізге ұнайтұғын фонды таңдасаңыздар болады. Мен мына фонды таңдайын және продолжать етейін. Енді бұл жерде біз өзімізге керек, мен қазір сіздерге енді сабақ бойынша түсірмей, өзімнің суреттеріммен туылған күн ретінде көрсетейін. Сіздер содан пайдаланып, өздеріңіздің сабақтарыңызға пайдаланасыз. Енді мына жерде плюс белгіні көріп тұрсыздар, адада контент деп тұр, осы плюсті басасыздар. Сол кезде сіздердің экрандарыңыз шығады. Рабочий столда менің суреттерім бар, осы суреттерден енді таңдап алайын. Мен енді бұны туылған күн ретінде алғым келіп тұр, сондықтан қалаған бір фотоларымды аламын. Біреуін белгілеп, клавиатурадағы контурлы басып тұрамда, қалаған суреттерімді алып аламын, осылай. Енді бұл тек не үшін ғана туылған күн үшін суреттер алып жатырмын, сондықтан өзімнің қалаған суретімді алып жатырмын, сіздерге түсінікті болсын деп. Осы сурет жетеді деп ойлаймын. Және басқан кезде әр минут сайын өзінің толу үшін процент жүріп отырады, 100 болған кезде міне осылай түседі. Енді бізге міндетті түрде музыка керек. Онда да Add музыка дегенді міне плюс көрініп тұр. Қарасаңыздар, соны басасыздар. Сол жерде міне туылған күн бойынша мен загрузкидің ішіне жасап қойғанмын, соны аламын мен. Открыть етемін. Және ол да жиналады, кішкене күте тұрамыз. Не келді. Енді барлық суреттерім келді, музыканы алдым, енді продолжить просмотр дегенді басамын. Құрметті әріптестер, қаншалықты көп слайд жасасаңыздар, соншалықты уақыт алады. Сондықтан енді тақырыптарыңызға байланысты көре жатарсыздар. Сондықтан сабырлы боламыз, бұл техника. Енді бізге өзі түсіндіреді, осылай. Міне, бізге көрсетіп жатыр. Бірақ мен оны өзім істегім келеді, сол үшін выйти из мастера деп шығам. Музыкам бәрі қойылыпты. Енді бұны бас бетіне келмес бұрын, мына жерде черный тұрғы, осыны мышканың сол жағын басып, делитемен өшіріп аламыз. Сөйтемізді астындағы курсорды басамыз. Енді бізге міндетті түрде видеолар керек болады. Суреттерімізге және уақыт керек болады. Ол үшін мен уақытты өзімнің суретім үшін 10 минут, маған 10 секунд өте көп, сондықтан мен бұны 5 секундқа қояйын, или 6 секундқа. Және мышканың сол жағын басып, минутты қойған кезде выделить все деймін. Сонда менде қазір бәрі 6 минутқа ауысады. Переходтарды сразу қойып шығайық. Переходтарды қарасаңыздар, міне әр жерде әртүрлі переходтар бар. Сондықтан қалаған переходыңызды жасауға болады. Міне принимать етеміз қазір қалаған переходты. Мына жерде әртүрлі, міне көріп тұрғандарыңыздай әр жерден алуға болады. Мінекей, осылай өткізуге де болады, бұлай өткізуге де болады. Мерекелік нелер болғандықтан әр түрлі қылып жасауға болады. Мен мына жерден таңдасам да болады. Мінекей, мысалы мен мына переходты таңдайын. Және бұны да белгілеп выделить все деймін. Бәрі осы неге өтті. Уақытқа. Қараватсыздар ғой, міне бәрі бірдей болды. Енді әрбір слайдтың үстінен 2 рет басамыз.
міне 2 рет басып, мына жерде слой деп тұр. Міне осы жерде слойда қанша слой қойғыңыз келеді, солай жасауға болады. Мысалы, мен бір слой қояйын. Бір слойға, мысалы, мынаны бассаңыздар, принимать окей деп көрейін, әз не шығады көреміз. 2 рет окей деп басамыз. Міне, сол кезде осылай көрініп тұрады сізге. Енді екінші бетке өтеміз. Екінші бетте де екеуіне басасыздар, және қалаған неңізді таңдауға болады. Мен мысалы енді екіншісін ерекшелеп басқаша түрменен көрсетейін. Мысалы мынаны басып көрейін. Принимить и окей. Міне, арт беті қара фон болып шықты. Енді мен мына үшеуін бірге қосып алдым және объединить еттім. Сөйттім де, мына біріншісінің үстіне 2 рет бастым. Енді мына жерде слойды үшеуге қоямын. Енді 3 слойды мына жерден қарастырамыз. Мынаны алып көрейін. Окей. Міне, шықты. Көріп көрейік. Міне, үшеуі шықты, мынандай әдемі болып. Міне, осылай жасай берсеңіздер болады. Енді мына үшеуі кетті. Енді мынаны өзін жіберіп көрейін. Бір слой қылып. Ол үшін мына жерден бір слойды аласыздар да, қалаған неге қоясыздар. Мен мына жерден қазір қарап жатырмын. Жарайды, мынаны қойып көрейін. Мынандай болып шығады екен. Мына жерден басып көрсеңіз. Әртүрлі болып шығу үшін көрсетіп жатырмын сіздерге. Және мынау өзі кете берсін. Мен мынаны объединить етіп көрейін. 2, 3, 4-еуге жіберіп көрейіккенде. Объединить. Мына жерде слойды өзгертеміз. 4 слойға. Енді мына жерден таңдаймыз өзімізге ұнаған 4 нені. Мынаны таңдап көрейін. Принимать, окей. 2 рет окей. Енді басып көрейік. Әдемі шықты, е? Міне, енді 4-еу кетті. Енді артық сурет сіздер түсінді деп ойлаймын. Артық суреттер болса, өшіріп тастауға болады. Мына үшеуін объединить. Себебі анау объединитке бармай қалған. Бармай қалса, енді мен асығыс уақытқа таяу болғасын істеп жатырмын. Сіздерге көрінсін деп. Сондықтан сіздер өздерің асықпай жасайсыздар. Себебі уақыт қанша кетсе, солай ненің шығуы да көп болады, сақтаған уақытта. Сондықтан өздерің практикада міне көре жатарсыздар, осылай жасадым. Көріңіздер, үшеуін біріктірдім. Енді осы жасаған дүниемізді қалай сақтаймыз? Енді мына жерде Publish деген басамыз, және мына жерде кішкене өздеріңіз көріп тұрсыздар, міне. Осы жерден видео деп тұрады. Қазір асықпаймыз. Міне, video for web дегенді басасыздар, және created деп тұрғы, соны басасыздар, сонда сақталады. Міне, сақталып жатыр. Міне, создать. Қайда? Рабочий столға. Енді мына жерде атын берсеңіздер де болады. Мен өзінің атымен сақтамаймын, набат деп сақтайын. Сіздерге түсінікті болу үшін. Мысалы, әр тақырыптың аты бар ғой, сол сияқты сақтаған дұрыс болады. Енді мына жерде міне кетіп жатыр, сақталып. Уақытын байқасаңыздар, міне уақытыменен жүреді, кішкене төзімділік керек, сондықтан шыдайсыздар. Құрметті әріптестер, міне сіздерге
осы әртүрлі видеоларды, әртүрлі сабағымда әр тақырыптан алып жатырмын. Егер сіздердің қателеріңізге жарап жатса, мен өте қуаныштымын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуыңызға болады. Және комментарийға қандай видеоларды, қандай сабақтарды түсіргенді ұнатасыздар, сол бойынша да жазып кетсеңіздер болады. Әрбір сабақтарыңыз қызықты және білім алып жатқан білім алушыларыңыз өте Қазақстанның бір еңбегі сіңген азаматтары болып жеткізілуіне, еңбектеріңіздің ақталуына тілектеспін. Қазір 74% болды. Құрметті әріптестер, тағы айтатыным, компьютермен жұмыс жасаған кезде осылай кішкене төзімділік қажет. Сіздер әрбір сағатыңызды қанша минутқа сақтасаңыз, солай уақытты күтіп отырасыздар. Міне, окей дейсіздер. Енді свернуть етіп, қай жерге сақталды қараймыз. Міне, набат 1 деп тұр, иә, көрдіңіз ғой. Осыны ашып көрейік, кәне қалай шықты екен. Туған күнмен құттықтаймын бүгінмен, сені қатты жақсы көрем шынымен. Енді мен мына жерде қалаған өзімнің суреттерімді алдым. Сондықтан сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Осылай әдемі болып шығады. Қазіргі таңда ақпараттық технология, сабақтарыңыздың бәрі әдемі шығуды, жақсы көруді қалаймыз бәрімізде. Осылай жасасаңыздар болады. Міне біздің видеомыз дайын болды. Мына 4-еулік жаңа бұйырған қандай әдемі. Міне осылай шығады рабочий столдарыңызда. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламат болыңыздар.